Енді мына картоны, мынау бізде арты, иә, мынау бізде алды болады. Сол екі жерден байлап қойсыздар да. Артқы жағын тоқимыз енді. Тоқығанда байланыстырамыз ғой мына. Көтересіздер. Мынаның бізде дәл ортасын тауып алуымыз керек. Бірінші мынандай мыналар екіліктер ғой. Бізде төрттік, біреу жалғаймыз. Бірінші мынаны жалғап алайын. Мынаны жалғап шықтым. Мынау бізде мына астыңғы кольцоның узорының жібі төртеуі, мыналар мынадан келген жіптер. Енді мынаны жалғаймыз. Мына бізде жаңағы, мына бізде середина, мына кольцоның, астыңғы кольцоның ортасы, еп. Енді мынаның үстінен өтіп тоқи береміз. Өткілеріміз келмей, өту керек негізі. Үстінен өткізіп тоқи береміз. Қисайға келсе, мына жерге, бай жылжуға келсе, сіздерге де мына жерге тоқиға өткін істей қойыңыздар. Байлап шығыңыздар мынаны. Сосын мынадан қайтадан соны жақындатып, мынаны мына жерге солай тоқып шығыңыздар. Мынаны енді қалай тоқу керек көрсетіп жіберейін. Так, үштен бөліп аламыз. Бесеу болса, екеуден, үшеуден бөліп аласыздар. Мына астынан өткізесіз. Осылай екі рет байлаймыз. Мынандадан солай екі рет байлаймыз. Екі-екіден, әр жіпті екі-екіден байлап шығамыз. Мына жерде мынаны үстінен өткізіп тоқысаңыздар да болады, себебі мына үшеуі бізде мында сыю керек. Үстіне шығып кетсеңіздер де мындағы майды. Екеуін, үшеуін шығардық, енді мыналарды дәл солай тоқып шығасыздар. Ең шетінен бастайсыз, мынадан бастайсыз ортаңғысынан. Сосын мынау кетеді, сосын мынау кетеді. Мынаның үстіне шығып кетсе де ештеңе кетпейді. Мынаны да солай тоқисыздар. Яғни басында мына ручкаларын біз мына үлкен кольцоға жалғадық, дәл солай жалғайсыздар бұны да. Енді бізде так, мынаны жалғап шықтым, енді бізде қалғаны мына алдын ғана жалғаймыз бір-біріне. Сосын мына жерде ашық тұрған жерлерді, ашық қалған темірлер болады. Соларды мына ұзын болып жатқан жаңа остатіктерден, мына остатіктерден не істейміз? Қиып аламыз да, соларды жалғап шығамыз. Бір 2 метрдей қиып аламыз да, остатіктер. Қатты ұзындары бар. Так, 2 метрдей мыналардан қатты ұзын ғой, мыналар солардан 2 метр қиып алдым. Ана жерге мына қатты ұзын болып тұрған жіптерден мен 2 метрден қиып алдым. Сосын оларды қақ ортасынан бөліп аламын да. Мынаның қақ ортасынан бастаймыз. Қақ ортасына қойып аламыз да, соның ортасынан бастап екі шетіне қарай жаңағы бір-бірімен байланыстырып шығамыз. Мына екі трубаны бір-біріне байланыстырамыз. Осылай қатты тартып отырып өткізіп шығасыздар. Бұны біз мына жерге дейін тартып шығамыз, себебі бізге мынаның жанының барлығы көтеріп тұру керек.
соңына да келіп жеттік. Яғни мына етегіне ұзыр салып шығамыз, қалған шнурлардан айналдырғанда менде осындай болып шықты міне. Енді мына жерлерде бізде орындар қалады ғой, әр жерінде. Соң қазір мына жақтан біз узорымызды до конца тоқып болғаннан кейін ұзын қалған нелерден осы жерлерге жалғап тастауымызға болады. Ол үшін біз бастаймыз, мына жерден бастаймыз. Мына артық нелерді мынаған қосып жіберіп тоқуға болады. Негізгі біздің тоқитынымыз мына 4 шнурдан тоқып отырамыз. Сондай артық қысқаларды қосып жібересіздер арасына. Сосын міне мысалы, мына 3-4 міне. Мына арасына тығып жібересіз. Түйгенді алып тастасаңыз да болады, көрініп тұрады десеңіз. Солай 4-4-тен айналдырып шығамыз барлығын. Мына ашық тұрған жерге дейін. Сосын әрі қарай тағы да узорлап көрсетемін ғой. Бізде мынау қысқасы, ол қысқасының ортасына кіргізіп жібереміз, яғни мына 4-еуін аламыз. Так, ортасында сонда 3-еу болады, мына қысқасын кіргізіп жібересің. Бұны біз қосып тоқып жібермесек, астындағы мына сеткамыз шығып кетеді. Мына 3-еу бірге сол баяғы тоқитын әдісімізбен тоқи береміз. Мынау да қысқа, бұның да арасына кіргізіп жібереміз. Сосын 4 жібімізді аламыз, 4 шнурымызды. Мына жақтан да мына түйгенді шешу қиын болса, мына астын қатты бұрап итерген кезде шығады түйілген нәрсе. Бұны да қазір осылай тоқитын боламыз. Енді әрі қарай не істейміз десеңіздер. Так, мына екеуін қосамыз. Бұл екінші ряд болып есептеледі. Соққа той болып тұр. Бұл екінші ряд болып есептеледі бізде. Сосын негізі мынау бірінші ряд тоқып шығамыз. Бірінші ряд, одан кейін екінші рядты тоқып шығамыз, одан кейін үшінші ряд тоқимыз, одан кейін барып басқа узор көшеміз. Соны аяқтап шығыңыздар. Біздер енді әрі қарай узорымызды жалғастырамыз. Бізде мыналар білесіздер, мынаның астындағы жаңа түйіліп тұрған мынандай нелерге остатоктар бар. Бұларға мән бермейміз. Енді біздер мына жерді жалғамайынша мыналарды әзір тоқи алмаймыз. Мына шетінде қалып отырады осылай. Міне бірінші ряд мынау кетті, екінші ряд кетті, мына үшінші ряд. Осы үшінші рядтан кейін мен ең шетінен бастаймын. Мына ең шетіндегі мына 4 шнурдан екеуін аламын, мынадан екеуін аламын. Сосын аяқ әдіспен тоқимын. Тоқылды. Енді әрі қарай мына екеуін қосамын осыған, мына екеуін де қосамын. Енді олға әрі қарай мынандай узор шығады. Енді бізге осы міне 4-4-тен осылай екіге бөліп аламыз. Одан кейін мынаны қолымызға ұстаймыз. Сосын мынаны осылай алып келіп былай өткізесіздер. Бір өткіздім, екі өткіздім. Мынаны әлі ұстап тұра береміз. Мына астындағы мынаны алып келеміз. Бұны да дәл солай өткіземіз. Сосын тағы екінші рет өткіземіз. Сосын мына үшіншісін де дәл солай өткіземіз. Тағы екінші рет өткіземіз. Яғни бұны болдық біз, Енді мына жаға керісінше мынаны ұстап тұрамыз. Мынаны былай өткіземіз. Екі рет өткіземіз. Сосын оның астындағы мынаны бір өткіздік. Екінші рет тағы өткіздік. Тартып істеу керек қатты. Сосын мынаны бір өткіздік. Енді дәл сондай тағы да бір қайталап шығамыз.
Нан ұстап тұрамыз. Нан өткіземіз. Тағы бір істейміз. Одан кейін екіншісі. Одан кейін үшіншісі. Енді мына жағынан да қайталаймыз, мынаны ұстап тұрамыз. Бір өткіздім, екі өткіздім. Негізі тартып істеу керек. Бұлай босап кетсе, тартастыра түседі. Енді ортасындағы төртеуін ортасына қалдырамыз да, мына екі шетінен бұрынғы тоқу әдісімен біріктіріп тастаймыз. Болды. Осындай узор шығады. Дәл осы узорды мына екеуіне қайталаймыз. Сосын мына екеуіне. Сөйтіп барлығына қайталап шығасыздар. Сосын астын тегістеп қия қоясыздар. Бірдей қылып барлығын.